Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеодан біз Pinduoduo сайтынан қалай сапалы заттарды таңдаймыз, неге мән береміз, соны үйренетін боламыз. Мен алдын ала поисқа қандай зат іздеп жатқанымды енгізіп қойдым. Женский пижамы деп, например, и осындай пижамалар шықты. Ең бірінші біз сатылым санына мән береміз. Ол мына 10, біздің орысша Б сияқты 10 Б плюс деп тұрғандар, олар сатылым саны. 10 Б плюс деген қытайшадан аударатын болсаңыздар, 100 мыңнан астам сатылым болған деген сөз. Мына жерде 18 мың сатылым болған, 532 сатылым болған. Оны қалай ажыратамыз? Бірінші скрин жасаймыз. Сөйтіп переводчикқа барып, жаңағы фотоны вставить етеміз. Міне жақындатсақ, 100 мың предмет дейді, 100 мың товар дейді. Мына жерде міне 18 мың штук дейді, мына жерде 532 штук дейді. Міне осылай қанша сатылғанын біліп аласыздар, міндетті түрде аударып. Енді мына розовый пижама маған ұнап тұр деге, қандай түстері бар екен, осылай фотосын көріп шығасыздар. Сәл астына түссеңіздер, мына 249 деп тұрған ол отзыв болады. 249 дегенге кіресіздер. Мына ең төбесінде жақсы, жаман отзывтар деген бар. Соларды аударып өздеріңіз қарайсыздар. Например, именно фотосымен отзыв қалып тұрған 61 отзыв бар екен. Соған бассаңыздар, именно фотосымен отзывтар шығады. Міне фотомен отзывтар шығады. Енді бұл отзывтарды қалай аударамыз? Осыны скрин жасап аламыз. Сосын тағы неге барып, аударуға барып, качество хорошее, цена доступная, логистика тоже быстро, стиль новый, разницы в цвете нет, мне очень нравится деп жазып жіберіпті. Міне осылай аударасыздар. Суретін, отзывтың именно суретін қарап аласыздар барлығын мұқият. Сосын отзывтың сәл асты жағына өтсеңіздер, магазин шығады, и магазиннің рейтингі шығады. Бұл магазинге 5 звезд екен рейтингі, 100 мыңнан астам адам подписка жасаған екен. Ішіне кіретін болсақ, 100 мыңнан астам адам подписка жасаған екен. Міне заттары, ассортиментін көрсеңіздер болады. И осы рейтингтің астына түсетін болсаңыздар, мынандай заттың составы шығады. Соны скринить етіп, тоже переводчикқа барасыздар, сөйтіп состав көресіздер. Міне 100% полиэстер деп қойыпты. Осындай составын көріп, астындағы описаниядағы суреттерді көріп, міне үтіктеуге болады, стиралкада жууға болмайды, ручная стирка деп полный осылай салып қойған. Фотосымен сатуға алатын болсаңыздар, осы фотоларды қолдансаңыздар да болады, дайын бастапқы этапта. Осылай сіздер ең бастапқы сатылымға, магазиннің рейтингіне, отзывтарға, живой фото, видеоға мән бересіздер.